Сәлеметсіздер ме балалар? Қазір қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бұл жайық. Ибрай Алтынсарин кім? Кто такой Ибрай Алтынсарин? Ибрай Алтынсарин тұңғыш ұстаз. Ибрай Алтынсарин первый учитель. Ибрай Алтынсарин не жазды, что писал Ибрай Алтынсарин. Ибрай Алтынсарин өлең жазды. Ибрай Алтынсарин писал стихи. 52-ші бетті ашамыз. Сабақтың тақырыбы «Кел, балалар, оқылық». Давайте, дети, учиться начнем. Его строки из стихотворения «Өнер, білім бәріде». Оқу менен табылған. Кел, балалар, оқылық. Давайте, дети, учиться начнем. Кестені толтыр. Ибрай Алтынсарин, ұстаз, учитель, ақын, поэт, жазушы, писатель, қазақ балалар әдебиетінің атасы, дедушка казахской детской литературы. 52-ші бетте жаңа сөздер бар. Шырақ, свеча, ықылас, желание, ескерткіш, памятник, киіз үй, юрта. Киіз үй — знакомое слово. Тыңдалым, айтылым, 52-ші бет. Прослушайте текст. Ибрай Алтынсариннің музейі киіз үй тәріздес 2 қабатты ғимарат. Музей Ибрай Алтынсарина — двухэтажное здание, которое похоже на юрту. Музейде Ибрай Алтынсарин ашқан мектептің көшірмесі қойылған. В музее есть изображение школы, которую открыл Ибрай Алтынсарин. Музейде Алтынсариннің кітаптары, фотосуреттер жинақталған. В музее были собраны книги Ибрай Алтынсарина, фотографии. Ибрай Алтынсариннің Қостанай облысы Жангелді ауданы Торғай ауылында ескерткіші бар. Есть памятник Ибрай Алтынсарина в Костанайской области, Жангелдинском районе, в деревне Торғай. Есіне сақта, менің тілегенім, сенің тілегенің, сіздің тілегеніңіз, оның тілегені. То, что его пожелание, тілегені. Біздің тілегеніміз, наше пожелание. Сендердің тілегендерін, сіздердің тілегендеріңіз, олардың тілегені. 53-ші бетте оқылым. Кел, балалар, оқылық деген Ибрай Алтынсариннің өлеңі бар. По желанию, если хотите выучить, можете выучить стихотворение «Кел, балалар, оқылық» Ибрай Алтынсарина. Кел, балалар, оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз, балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегеннің алдынан іздемей-ақ табылар. Давайте, дети, учиться начнем. Желанием будем учиться и все будем усваивать. Если, дети, будете учиться, то из искры возгорится пламя. То, что пожелаете, все будет перед вами. Жазылым, оқу тапсырмасы письменно. Кел, балалар, оқылық. Ибрай Алтынсарин балалар әдебиетінің атасы. Ибрай мектепте жақсы оқыды. Ибрай хорошо учился в школе. Ибрай Алтынсарин орыс ғалымдарымен дос болған. Он был друзьями с русскими учеными. Музейде Ибрай Алтынсариннің жеке заттары қойылған. В музее есть личные вещи Ибрай Алтынсарина. Келесі тапсырма, 5-ші тапсырма, айтылым.
Здесь данные слова вы должны подобрать правильные слова и составить предложение. Оқушылар сыныпта сабақта отыр. Үй тапсырмасын дәптерлеріне жазып жатыр. Оқушылар сабаққа дайын оқушылар қолдарын көтеріп отыр. Сонымен балалар, сабаққа дайын оқушылар қолдарын көтеріп отыр. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.